Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бүгін Шабыт подкаст және мен Тұрдахметова Диляра. Бүгінгі подкастымызда біз қазіргі қоғамдағы маңызды тақырыптардың бірі жасанды интеллект және журналистика туралы әңгімелесетін боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Абай Медиа Групп компаниясының директорының орынбасары Думан Кенжеғазыұлы. Подкастымызға қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Алдымен өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Өзім туралы айтып өткен болғанда, өзім Думан деген азамат боламын. Осы Семей қаласында тұрам. Қазіргі уақытта ақпарат саласында еңбек етудемін. Осы соңғы 3-4 жыл болды. Осы жасанды интеллект саласымен зерттеумен айналысып жүрмін. Енді сарапшылық, одан кейін сыни көзқарас, саяси көзқарас, одан кейін IT көзқарас дейді, әртүрлі көзқарастар бойынша осы пікірімді білдіріп, осы саланың дамуына үлес қосып жүрген сарапшылардың бірімін. Солай айтсаң қысқаша. Рахмет. Менің оқуымша сіз информатика мамандығын бітіргенсіз, ал журналистикаға қалай келдіңіз және неліктен? Жалпы былай қарап отырсақ, бақылап отырсақ, сіз күнделікті Семей қаласының ақпаратын салып отырасыз. Енді дұрыс айтасыз, мен негізгі оқыған мамандығым информатика бакалавры, одан кейін жаратылыстану білімінің магистрі, яғни толда информатика мамандығы бойынша оқыдым. Енді мен оқыған оқу орным осы Семей қаласындағы Әлихан Бөкейхан университетін тәмамдадым. Өзіміздің облыста, өзіміздің осы жерде оқып білім алдым. Енді орта білімді сол Аягөз ауданына қарасты Тарбағатай жалпы білім беретін орта мектебінде алдым. Тарбағатай деген ауылда туып өстім. Одан кейіннен осы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті, қазіргі Әлихан Бөкейхан университетінің бұрынғы атауы солай аталған, сол университетке түсіп, осы информатика мамандығына 4 жыл білім алып шықтым. Одан кейіннен мамандық бойынша сол диплом алғаннан кейін жастар ресурстық орталығына жұмысқа тұрдым. Ол кезде де енді мамандық бойынша да жұмыс істедім десе болады, программист, оператор болып. Одан кейін арымен қарай сол кезең-кезегімен қызметіміз ауыстырып, қазіргі таңда осы соңғы қызметіміз Абай Медиа Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс атқарып жатырмын. Енді бұл осы компанияға келгенде екінші қызметім, бірінші қызметім Абай ақпарат редакциясының бас редакторы болды. Одан кейін қазір директордың орынбасары қызметін атқарудамын. Енді бұл журналистика келуімнің өзі қызыққа толы десе айтуға да болады. Енді бұл журналистика маған таңсық емес, нақты журналистикалық білімім жоқ болса да, осы саладан хабарым бар деп айтуға болады. Өйткені мектеп кезінде өздеріңіз жақсы білесіздер, Жас ұлан жас қыран деген ұйым бар. Қазірде бар ма екен білмеймін енді. Сол Жас ұлан жас қыран ұйымында, Жас ұлан деген ұйымда мен ақпарат министрден қызмет атқарған болатын 9-10 сыныптарда. Сол кезде менің осы журналистикаға, медиаға қатысты қызығушылығым сол сәттен басталды десе болады. Өйткені ол кезде мөлшермен мен 9-10 сыныпты қателеспесем 2011-2012 жылдар оқимын. Ол кезде енді өздеріңіз жақсы білесіздер, интернет жоқтың қасы. Ол кезде енді ең жоғарғы буыны интернеттің 3G шығар. Енді біздің ауылда ол кезде 3G деген де жоқ болды. Енді ауылдың баласы болғандықтан ол кезде тек қана теледидардан хабар алған болатынбыз. Енді айшылық алыс жерден алыс хабар жеткіз деген сөз бар ғой. Сол сияқты ол кезде де мықты смартфондар да болған жоқ. Кейіннен жақсы эволюцияға ұшырады ғой. Технологиялар қатты қарқынмен дамыды. Ол кезде бізде ешқандай ақпарат алатын мүмкіндік болмады. Теледидар, газет, журналдан басқа. Сондықтан да ол кездегі смартфондарымыздың өзі қарапайым Nokia болды да. Ол кезде енді сондай ақпарат алатын мүмкіндік тумады. Сол мектеп қабырғасында өздеріңіз сияқты оқушы сәттен бастап осы ақпарат министрі деген жауапты қызмет жүктелді. Сол кезде мен осы медиа саласына етене араластым. Енді ол кездегі қызықты әңгімелермен бөлісетін болсам, сол мектеп қабырғасында жүріп, сол ақпарат министрін болып енді тағайындалдым ғой. Енді сол бізде президент сайланды, Жас ұлан президент. Енді мен өзім жоспарымды бекітуім керек, медиа жоспар дейді. Сол медиа жоспарын бекітіп, енді мен алғашқы істеген ісім, енді ол кезде аса қатты бір интернетте жоқ, жаңа айттым, смартфонда дұрыс емес, сол сияқты соған қарамастан біз ақпараттандыру бойынша жұмыспен айналыстық. Яғни мектепті, ауыл халқын ақпараттандыру жұмысымен айналыстым. Мен не істедім? Ол күні ауылда мысалы ол кезде 2,5 мыңға жуық тұрғын тұрады. Сол 2,5 мыңға жуық тұрғынның барлық деректерін алып, мен туған күндерін барлығын жинап, аты жөндерімен қосып, мекен-жайларымен қосып, сосын
туған күндерін жасадым. Мысалы қаңтар айында туған күн иелері, наурыз айында туған күн иелері деген секілді солай жинақтап, одан кейін ана мектептің астында ақпарат бұрышы болады, сол жерге шығарып қоямын. Мысалы наурыз айындағы туған күн иелері осындай, сіздерді құттықтаймыз деп. Одан ол кезде енді WhatsApp деген неме жоқ, ВКонтакте деген не болатын, әлеуметтік желі, мессенджер. Сол ВКонтакте арқылы Тарбағатай ауыл деген өзіміздің группамызды ашып, сол жерге мектепте болып жатқан жаңалықтарды, ауылда болып жатқан жаңалықтарды сол группаға салып отыратынбыз. Одан бөлек ауылымызға жол қашан салынады, су қашан келеді, одан интернет қашан құрылады деген жаңалықты мен өзі дерек көздерден іздеп тауып, ізденіп, енді осы жауапты қызмет атқарған соң сол іздеп ауылға жеткізіп отыратын. Сөйтіп мен сол осыдан қателеспесем 10-15 жыл бұрын осы медиа саласына келуім басталды. Енді сол сәттен бастап мен осы тағы бір қырым ашыла бастады, ол ақпарат саласына қызығушылық. Сонан бері даму үстінде болдым. Осы мектеп бітіріп оқу орнына, жоғары оқу орнына түскен сәттен бастап әртүрлі жастар ұйымдары болады, сол жерге барлығына мүшелікке болдым. Мысалы Жас Отан деген болды, әртүрлі нелер болды. Ол жерде де мен осы ақпараттан шет қалған жоқпын. Пресс-служба дейді, баспасөз хатшысы қызметтерін атқардым. Мысалы Аманат партиясында, Жас Отан жастар қанатында, одан бөлек басқа да мемлекеттік органдарда осы баспасөз хатшысы қызметтерін атқарған болатын. Осы Абай облысы бөлініп, Шығыс Қазақстанда, ол кезде Өскеменде қызметте жүріп, сол осы жаққа ауысқанда да мен облыстық прокуратурада баспасөз хатшысы қызметін атқарған болатын. Соны сөйтіп сабақтаса келе қазіргі таңда осы үлкен медиа компанияны осы тізгін ұстап отырмыз. Енді сол бала кездегі, мектеп кездегі арманымыз енді сол біртіндеп келе кезең-кезеңмен жүзеге асып, қазіргі таңда сол осы үлкен бір медиа компанияны жүргізу мақсатындағы өзіміздің мақсатымызға жеттік десек болады. Мысалы сөздер бар ғой, арман мақсатын айқын болса, армандар орындалады деген секілді. Мақсатымыз айқын болғандықтан осындай қаншама кезеңнен өтіп, қаншама жерлер жүріп, осылай медиа саласына қадам басқан жайымыз бар. Жақсы, рахмет. Қазіргі таңда енді жасанды интеллект өте жылдам дамып келе жатыр. Сіздің ойыңызша ол журналистика саласына қаншалықты әсер етуде? Енді жасанды интеллекттің қарқынды дамып жатқанына енді шүбә келтіре алмаймыз, себебі қазір әлем жаңарып жатыр, жер жаңарып жатыр. Мына әлем жаңарған себепті ақпарат та көп, деректер де көп, даму да көп, технология да күннен күнге дамып жатыр. Енді бұрында мысалы сол біздің мектеп оқушы кезімізде ақпарат көп болған жоқ. Ал қазір сіздердің кездеріңізде ақпараттың айналасында жүрміз. Мысалы секундына миллиондаған ақпараттар өңделеді, сұрыпталады, тасымалданады. Мысалы оның қайсы шын, қайсы өтірік, оны енді ажырату қиынға соғады. Өйткені кейбірі ресми дерек көздерді қолданады, кейбірі бейресми дерек көздерді қолданады. Енді ол адамдардың өздерінің ізденушілігіне, былайша айтқанда несіне байланысты. Енді жасанды интеллектке келетін болсақ, өзім осы саланы зерттеп жүргендіктен қысқаша бұл салаға да үңіліп кетуге болады. Енді бұл жасанды интеллект термині бізге кейінгі уақытта келгенімен әлем елдерінде осыдан 50-60-70 жыл бұрын қолданысқа енгізілген. Енді бұл жасанды интеллект термині американдық информатик Джон Маккарти деген кісі 1954 жылы қолданысқа енгізіледі. Содан бері даму үстінде болып, қазіргі таңда біздің өмірімізге етене араласып отыр. Енді кезінде жасанды интеллект дегенде, не дегенде оны ешкім білмейтін, ол не нәрсе аяқ астынан осы қолданысымызға енгізіле бастады. Президент те, мемлекет басшысы соңғы жолдауларында, соңғы сұхбаттарында осы жасанды интеллектті дамыту жөнінде көптеген тапсырмалар беріп, әрбір сөзін осы жасанды интеллект қосып жатыр. Осыдан байқауға болады, соңғы осы мемлекет басшысының жолдауында жасанды интеллект сөзі жолдауда 33 рет айтылды. Оның өзі жасанды интеллекттің маңызын айшықтап тұр. Одан кейін биылғы жылды, жаңа жылдық құттықтауында білесіздер, цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялап отыр. Енді қазіргі таңда технологиялар дамып жатыр, жасанды интеллекттер қолданысқа енгізіліп жатыр. Сондықтан да бұл жасанды интеллекттен көбі қорқып жатыр. Мысалы жұмыссыздыққа әкеледі, одан кейін жалқаулыққа әкеледі деп, бұл менің ойымша, енді мен сарапшы ретінде бұдан қорқудың қажеті жоқ деп айтқым келеді. Себебі жасанды интеллект қорқатын дүние емес, ол керісінше біздің өмірімізді өзгертетін технологиялық эволюцияға ұшыраған жаңа құралдардың бірі болып табылады. Не себепті бұл жұмыссыздыққа әкеледі деп қорқады? Себебі
бұл жерде ертең жұмыссыз қалып қаламыз, біздің орнында жасанды интеллект басады деген қорқыныштар адамдардың ойларында қалыптасқан. Неге? Өйткені жасанды интеллект бұл жерде жұмыссыздыққа әкелмейді, бұл жерде жалқау азаматтарды іріктеп береді. Яғни нағыз жұмыс істейтін адам, жасанды интеллектін меңгерген адам, ол жасанды интеллектті басқарады. Ал егер де жасанды интеллект осы технологияны игермеген адам, ол керісінше технология адамды басқарады деген сөз. Егер де технология адамды басқарып жатса, демек онда жұмыссыздыққа әкеледі деген сөз. Ол жұмыссыздыққа әкелу деген сөз, ол нақты істейтін мамандар емес, ол істемейтін мамандарды іріктеп береді. Яғни нақты істейтін адамдар ертең іріктеліп қалады. Біздің жаңа сұрағымызға қойылатын болсақ, медиа саласында да жасанды интеллект енгізіліп жатыр. Өйткені қазіргі республикалық телеарналарда операторларды, робот операторлар қызмет атқарады, яғни жасанды интеллект нейрондық желілерін көрінеді. Одан бөлек әлеуметтік желідегі парақшалар бар, әлеуметтік желідегі басқа да сайттар бар, желілік басылымдар бар, барлығын жасанды интеллект ақырындап енгізіле бастады. Ол дегеніміз, мысалы қазір біздің күнделікті сайтқа салатын ақпаратымызды жасанды интеллект платформасы арқылы жасалған бағдарламаға енгізгенімізде автоматты түрде ол жүктеп, ақпаратты өңдеп өзі салып отыр. Бұл былайша айтқанда жасанды интеллект көмекші құрал ретінде қалыптастыруға болады. Қазір уақыт жоқ заманда уақыт тауып жатыр ғой көптеген адамдар. Сол уақыт жоқ заманда уақыт табуға көмектесетін осы жасанды интеллект деп айтуға толық негіз бар. Себебі қазір өзі қарбалас сәтте көптеген адамдар көп күнде неше түрлі нәрселер істейді. Мысалы анда барады, мында барады, қосымша жұмыстары бар. Соның бәрін үлгермей жатады. Осының барлығын үлгеру мақсатында жасанды интеллектке сеніп тапсыруға болады. Былайша айтқанда жасанды интеллект біздің өмірімізді өзгертетін себепші құрал. Сондықтан медиа саласына енгізіліп жатқанында біз құптаймыз. Себебі ол мүмкіндіктері де көп. Өйткені монтаж жасау барысында да, басқа да жағдайларда да үлкен көп көмегін тигізеді. Былайша айтқанда уақытын үнемдеу, жедел жұмыс жасау, тағы да басқа жағынан осы жасанды интеллекттің бізге ықпалы зор болмақ. Абай ақпарат жасанды интеллектті қолдана ма? Абай медиа жасанды интеллектті қолданамыз. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, Қазақстан осы жасанды интеллект туралы заңды қабылдаған алғашқы бестік мемлекетке кіреді. Енді әлем елдерінің көбінде бұл жасанды интеллект туралы жеке заң жоқ, бірақ та нормаларында бар шығар. Ал былай жеке заң қабылдаған Қазақстан осы алғашқы мемлекеттердің бірі болып табылады. Енді бұл жасанды интеллект туралы заңның қабылдануы біздің қоғамға аса қажетті дүние. Себебі мына қазір жасанды интеллект платформасын қолданып жатқан адамдардың саны өте көп. Енді көбі негізі жасанды интеллект ChatGPT-мен байланыстырады, бірақ та ол негізі тек қана ChatGPT-ға байлап қоюға болмайды. Өйткені ChatGPT ол чат-бот ретінде қызмет атқарады. Ол жасанды интеллекттің былайша айтқанда белгілі бір бөлігі. Одан да басқа да құралдар бар, платформалары. Олар да жасанды интеллекттің негізі болып табылады. Сол сияқты мына жасанды интеллекттегі барлық құралдардың барлығы ол негізгі біздің күнделікті өмірімізге енгізіліп жатыр. Енді сұрағыңызды айтасыз ғой, ұмытып қалдым сұрағыңызды. Абай ақпарат жасанды интеллектті қолдана ма? Абай ақпарат редакциясы қазіргі таңда соңғы 3 жыл болды жасанды интеллект құралдарын қолданып жатыр. Біздің күнделікті өмірімізде, күнделікті жұмысымызға осы жасанды интеллект құралдары көмекші болып жатыр. Оның ең көп қолданылатыны мына чат-боттар, яғни ChatGPT, Gemini, одан бөлек мына сурет генерациясы, видео генерация, одан монтаждау жүйесіне осы біз жасанды интеллект құралдарын қолданамыз. Өйткені біздің күнделікті ақпарат көп. Мысалы қалада, облыста болып жатқан соларды өңдеу мақсатында, олар тарату мақсатында осы көмекші құралдардың біздің өмірімізді өзгертуге сеп болып жатыр. Одан бізде қазіргі таңда үлкен бір жоба қолға алынып жатыр. ICM Academy деген осы жасанды интеллект платформасына негізделген біздің сайтымыз әзірленіп жатыр. Ол сайтта, яғни осы жасанды интеллектке қатысты платформаларды, одан кейін кіріспе құқықтық негіздерін үйрететін арнайы видео курстар сонда жүктеледі. Одан Stepik деген сайт бар. Сол Stepik сайтына ұқсас, сол сайт секілді онлайн курстар, одан онлайн тағы да басқа платформалар негізіндегі көмекші құрал ретінде біз сондай жобаларды әзірлеп жатырмыз. Одан бөлек жасанды интеллект негізінде әртүрлі видео, фотоларды әзірлеп, қазіргі таңда әлеуметтік желідегі парақшамызға жүктеліп жатырмыз. Бірақ та
оның барлығын көп қолданып жатқан жоқпыз, себебі енді адамның шығармашылық өзінің қабілеттері бар, оларға да мүмкіндік беру керекпіз. Енді мына соңғы енгізілген өзгерістерге сәйкес, мына жасанды интеллект туралы заңға сәйкес, мына әрбір осы жасанды интеллекттің элементтеріне белгі қоюымыз керек, арнайы G, I болмаса I деген сияқты жоғарғы бұрышына немесе төменгі бұрышына міндетті түрде таңбалану керек. Ол деген себебіміз қазіргі таңда жасанды интеллект көмегімен жасалған біздің материалдарымыз былайша айтқанда шынайы материалдардан айырмашылығы жоқ болып барады. Былайша айтқанда екеуі айыру қиынға соғып барады. Қазіргі таңда интернет алаяқтар пайда болып жатыр, дипфейктер пайда болып жатыр. Әртүрлі штаттардағы группаларда мысалы адамдардың жеке деректерін жамылып осы арнайы нелер пайда болып жатыр. Соның алдын алу мақсатында осы таңбалау заңға енгізіліп отыр. Соның нәтижесінде мына қазіргі таңда осы жасанды интеллект туралы заң қабылданып, қазіргі таңда осыған көп көңіл бөлініп жатыр. Енді біздің медиа саласында да қолданыста бар, өйткені жасанды интеллект ол керек, өйткені оны қолдана береміз. Қазіргі таңда осы жасанды интеллект бойынша біз өзіміздің қызметкерлеріміздің барлығын оқыту курстарынан өткіздік, барлығының хабары бар. Бірақ бүгін білген ақпаратымыз ертең ескіріп қалады, сондықтан да ол даму үстінде әр ақпаратты күнделікті бақылап, содан ілеспеуге тырысып жатыр біздің қызметкерлеріміз. Иә, жасанды интеллект негізінде күннен күнге өте дамып жатыр. Ал жасанды интеллект арқылы жасалған ақпараттың шынайылығын қалай тексеруге болады? Жасанды интеллект арқылы ақпараттың шынайылығын тексеру қарапайым, өйткені мысалы жасанды интеллект құралдарының көбі чат-боттар арқылы жазылады ғой, мысалы мәтіндер, ChatGPT, Gemini, Grok, басқа да әртүрлі құралдар бар, чат-боттар. Солар негізінде мысалы кейбір біздің әріптестеріміз өздерінің мақалаларын сол чат-бот негізінде сұрау салып жазып жатады, бірақ та оның айырмашылығы білініп тұрады, өйткені кейбір сөздер қолданысқа таңсық немесе білініп тұрады, былайша айтқанда. Енді сол қарапайым қара сөзбен жазғаннан қарағанда, мысалы ана ChatGPT-дің жазғаны бәрібір айырмашылық бар, өйткені қазір сол филологияда неде оқыған әріптестеріміз, мысалы олар қара сөзбен ұзақ қылып жазады, ал мысалы чат-бот арқылы жазғандар ол қысқа, одан кейін бір ресми стильде жазады, ол бәрібір айырмашылығы болады. Сондықтан да негізі мына чат-боттарға сұрау салып мақала жазғаннан кейін ары қарай адам өзі өңдеп кішкене толықтыру қажеттілігіне мән берген жөн, өйткені енді дайын асқа тік қасық болмау керек. Ол чат-ботты тек көмекші құрал ретінде сөздік қорды молайту мақсатында қолданып, ары қарай өзі кішкене өңдеп дамытса, мысалы ол былайша айтқанда білмеуі мүмкін. Кейбір әріптестеріміз ол сол дайын мәтінді көшіреді, соны қойып солай жұмыс жасап жатады. Енді ол меніңше дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан да негізі адамның өзінің ойлау қабілетімен жазған әлдеқайда ұтымдырақ деген пікірдемін. Сіздің ойыңызша 10-15 жылдан кейін журналистика саласы қалай өзгереді? Мен 10-15 жылдан журналистика саласы емес, басқа әлемнің әрбір сала өзгеріске ұшырауы мүмкін, себебі осы уақытқа дейін жасанды интеллект термин актуальды болмай келсе, мысалы қазір қолданысымызға өте тез еніп, қазіргі таңда өте осы ең басты бағыттардың бірі болып отыр. Енді қазір жасанды интеллект біздің өмірімізге енді, біз соны қолдану үстіндеміз. Енді бұл осы уақытқа дейін біз 5-6 жыл бұрын жасанды интеллект не екенін де білген жоқпыз. Мысалы Қазақстан елі оны не екенін де білген жоқ. Ақырында осы IT сарапшылар қолдана бастады, IT мамандары. Одан кейін біздің өмірімізге енді міне біздің жасанды интеллект не екенін білдік. Енді осыдан мысалы мобилография форматта мысалы осы уақытқа дейін ешкім қолданған жоқ, кейінгі кезде трендке болды, қазір уже трендтен өтіп барады деген сияқты. Сол сияқты жасанды интеллектте белгілі бір мерзім деген трендте болады, мысалы алдағы 10 жылда 15 жылда трендте болуы мүмкін, одан бұл жасанды интеллекттің де дәуірі өтеді. Сол сияқты бірінің орнын бірін басып отырады. Енді қазір IT мамандардың пайымдауынша жасанды интеллект алдағы 10-15 жылда кеңінен қолданыста болады да, оның орнын суперинтеллект басады деп отыр. Яғни C. Қазір G қолданса, одан C дүниеге келеді. Енді C мен G-дің айырмашылығы, мысалы жасанды интеллект ол адамның нұсқауымен іске асады. Мысалы адам оған тапсырма берсе, ол орындайды. Мысалы сен мынаны жазып бер, мынаны өңдеп бер деп, мысалы сөйтіп сұрау салу арқылы біз жасанды интеллект көмекші құрал ретінде жүзеге асады. Яғни адамның қатысуымен жасанды интеллект өзінің тапсырмаларын, өзінің бағыттарын орындайды. Ал суперинтеллектен ол адамның әрекетінсіз, яғни ол өз ойлайды, өздігінен ойлайды, яғни ол былайша айтқанда адамның көшірмесі ретінде жұмыс жасайды. Былайша айтқанда өзі ойлайды, өзі
біліп істейді. Мысалы сен айтпайсың, мысалы сен мынаны істе, мына бүйт деп, ал суперинтеллект өзі істейді. Мысалы ол дәуірге де қадам басамыз, өйткені ол дәуірде жақындап келе жатыр. Алдағы уақытта сол си жүйесіне де көшуіміз мүмкін. Қазір жейміз жүйесіндеміз. Оның алдында чи болған, сол шынайы интеллект. Қазір жасанды интеллект, ол суперинтеллект. Шынайы интеллект дейміз, біздің ақыл ойымыз, ол санамыз, яғни біз өзіміз істейміз. Ал жасанды интеллект ол нейрондық желілер арқылы, соған тапсырма беру арқылы істесек, суперинтеллект ол болашақта өздігінен біліп істейтін интеллект, яғни ол болашаққа үлкен мүмкіндікті алып қоюы мүмкін, болашағымызды өзгертуі мүмкін. Ертең біз виртуалды әлемнің былайша айтқанда айналасында отыруымыз мүмкін. Қазірдің өзінде ол құбылысқа қадам басып бара жатыр деген ойдамын. Ал журналист болғысы келетін жастар қандай дағдыларды дамыту керек? Жалпы қазір жастардың көбі шығармашылық таңдап отыр. Оларға қандай кеңес берер едіңіз? Енді журналистиканы дамыту мақсатында қазіргі таңда бізде осы өңірімізде тек бір жоғары оқу орны журналистика мамандығын оқытады, ол Шәкәрім университеті. Ал былай басқа облыстарда, өңірлерде де бар журналистиканы оқытатын. Бірақ та қазіргі таңда менің ойымша журналист болу үшін журналистика мамандығын оқудың қажеті жоқ, өйткені қазір арнайы курстар, оқыту курстары бар, басқа да немелер бар, оқыту нелері, мүмкіндіктер, соларды қарастыра отырып журналистиканы оқуға болады. Болмаса басқа мамандық иелері де осы журналистикаға араласып, іс тәжірибе арқылы журналистикаға қадам басса болады. Одан енді мысалы журналистика мамандығында жаңартылуы керек, өйткені қазір жасанды интеллектпен байланыстыратын болсақ, мысалы осы медиа саласында да жасанды интеллект қолданып жатыр ғой. Енді оны да осы оқу бағдарламасына енгізіп жаңарту тиіс. Мысалы бізде жуырда мына өзім оқыған университетте, Әлихан Бөкейхан университетінде өзімнің факультетім арнайы іс-шара ұйымдастырды. Ол іс-шарада мына осы ақпараттық технологиялар саласына қатысты 10 шақты мамандықты осы бітіріп кеткен оқу орнының түлектері, одан сарапшылар, компаниялар, оқытушылар, профессорлар жиналып, сол мамандықтарды талқыладық. Яғни ол қалай, мысалы мен өзімнің оқыған информатика мамандығым ашып айтып берді. Қазір мысалы сол оқытушы тақтаға шықты да, мысалы сол информатика мамандығы қазіргі таңда оқу бағдарламасы қалай, мысалы нені оқытады, нені оқытпайды, одан кейін ол оқыған соң қайда жұмысқа тұра алады, соның барлығын түсіндіріп берді. Одан кейін біз оларға сұрақ қойдық та өзіміздің ұсынысымызды енгіздік. Енді қазір айттық қой, жасанды интеллектті қолданып жатырмыз деп. Сондықтан да оқу бағдарламасына көптеген өзгерістерді, көптеген оқу бағдарламасына дүниелерді енгізу қажеттігін туралы ұсыныстарды бердік. Ол өйткені қажет, себебі қазір мамандықтар да жаңартылуы тиіс. Біздің бұрынғы стандарт ол бұрынғы күйінше қалды, соны жаңартып, осы кейінгі технологиялық нелердің барлығын сол жаңа мамандықтарға енгізе отырып оқу бағдарламасын жаңартсақ, осы ешқандай мәселе де туындамайды деген ойдамыз. Сол өткен немеде жиында сол мамандықтардың барлығын қайтадан қарап, өзгерістерді енгізіп, ұсыныстарымызды бердік. Ол хаттамалық арнайы шешімге енгізіліп, осы алдағы оқу жылынан бастап сол мамандықтар жаңа оқу бағдарламасы бойынша іске асатын болады. Одан тағы бір айта кететін жағдай, облысымызда осы біздің Әлихан Бөкейхан университетінде жасанды интеллект және блокчейн мамандығы іске қосылды. Яғни біз өзіміздің өңірімізде осы жасанды интеллект саласына айналысатын мамандар даярлайтын мамандарды даярлап шығуға мүмкіндігіміз бар. Былайша айтқанда қазір өңірімізде осы IT саласына басымдық беріліп жатыр. Екі оқу орнында да осы жасанды интеллект негізінде арнайы орталықтар жұмыс жасайды. Мысалы Шәкәрім университетінде арнайы Huawei компаниясымен байланыс орнатса, біздің Әлихан Бөкейхан университетте басқа доктуры, әртүрлі әлемнің мықты компанияларымен байланыс орнатып, қазір Абай IT Valley деген технологиялық кластер жұмыс жасап жатыр. Оның қасында Абай IT мектеп жұмыс жасап жатыр. Сол балаларды осы жасанды интеллектке, әртүрлі IT бағыттағы дүниелерге оқытып, қазіргі таңда біз мамандарды өзіміз даярлап шығарып. Одан мына өңірімізде IT және жоғары колледжі жұмыс істеп жатыр. Осы сол жағалауда орналасқан. Қазіргі таңда ондағы оқытушыларды оқу бағдарламасы да жаңартылып жатыр. Себебі қазір өңірімізде чип қондырғыларын шығаратын арнайы зауыттың құрылысы жүріп жатыр. Енді ол чип қондырғы зауыттың құрылысы аяқталған соң ол жерге IT мамандары тартылу қажет. Енді оны шетелден әкелмейміз, сондықтан да сол оқу орнының колледждің студенттері оқытудан өтіп, сол жаңадан ашылатын зауытқа орналастыратын. Былайша айтқанда мына оқу бағдарламасы жаңартылып, қазіргі таңда кадр тапшылығы да осы мәселеде шешілу үстінде.
Ал егер болашақта жаңалықтардың көбі жасанды интеллект жазатын болса, онда журналистердің рөлі қандай болады? Енді болашақта емес, қазірдің өзінде де жасанды интеллект жазып жатқан ол шындық. Өйткені енді әрбір мәтін чат GPT арқылы жазылып жатыр, әрбір сурет сол платформалар арқылы генерацияланып жатыр, видеоның өзі генерацияға ұшырап жатыр. Енді ол күнделікті қолданысымызға ақырындап енгізіліп жатыр. Енді бұл жердегі басты назар аударатын негіз ол жасанды интеллекттегі құқықтық негіздерге назар аудару керек. Яғни ертең біз қолданатын платформамыз ертең біреудің жеке басына, жеке деректеріне қол соғылмауына кепілдік беруіміз керек. Яғни ол жасанды интеллекттегі әрбір дүниені, әрбір материалды біз тек қана осы шығармашылық бағытта, қоғамның даму бағытында ғана қолдануға тиіспіз. Себебі ертең оны қолданамыз деп бүйректен ширақ шығармай, ертең оны басқа бағытта қолдануға жол бермеуі тиіс. Сол сияқты мына құқықтық негіздерге назар аударуымыз керек. Жаңағыдай мысалы жасанды интеллект генерациясымен жасалған дүниелерге таңбалау енгізілуі міндетті. Өйткені оны енгізіп отыруымыз керек, ертең оны көрген адам айыра алатындай, ол шынайы видео мен өтірік жалған видео, жасанды интеллект арқылы жасалған видеоны айыра алатындай. Өйткені қазір осы жасанды интеллект генерациясы арқылы жасалған видеоны да, суретті де біздің көп адамдар, мен өзімді айыра алмай қалып жатамын. Өйткені қатты даму үстінде болғандықтан шынайы қылып жасап жатыр. Сондықтан да оған біз енді айырылған күннің өзінде үлкен кісілер оны ажырата алмай жатады. Сондықтан да олар сенгіш болады. Сондықтан да қазір мына жалған ақпарат тарап жатыр, дефекттер болып жатыр. Сондықтан да осының алдын алу мақсатында құқықтық негіздерге баса назар аудару керек. Мына жаңадан конституциямыз қабылданайын деп жатыр ғой, сол конституцияның жаңа жобасында 21 баптың 1 тармағында мынандай не көрсетілген. Қазіргі қолданыстағы заңнамада біздің офлайн өміріміздегі жеке деректеріміз қорғалатын болса, мына жаңа конституцияға сәйкес біздің онлайн өміріміздегі жеке деректеріміз қорғалатыны жөнінде осы жаңа конституция жобасында кепілдік берілген. Ол дегеніміз, былайша айтқанда біздің күнделікті цифрландыру жағдайындағы деректеріміз өңделеді, сақталады. Ол мысалы цифрлық жағдайдағы деректеріміз дегеніміз біздің аты жөндеріміз, электронды мекенжайларымыз, одан қалса біздің биометриялық деректеріміз, яғни Face ID дейді ғой, сол деректеріміздің барлығы медициналық мекемелерде, білім мекемелерінде өңделіп, ол сақталып, ол ертең тарап кетпеу керек. Кейбір жағдайлар болып жатыр, жаңалықтарда естіп жатамыз ғой, адамдардың деректері тарап кетті деп, халыққа қызмет көрсету орталықтарына, басқа медицина мекемелерінде адамдардың жеке деректері тарап кетті деп жатыр. Сондай жағдайды болдырмас үшін конституциялық негізде алғаш рет осы цифрлық деректерді қорғау бекітілейін деп отыр конституциялық деңгейде. Егер ол конституциялық деңгейде бекітілетін болса, ертең мемлекет біздің жеке деректеріміздің, цифрлық жеке деректеріміздің қорғалуына кепілдік береді деген сөз. Ал қазіргі жастар жасанды интеллектті өте көп қолданады. Бұл болашақ журналистерге көмектесе ме, әлде журналистерді жалқаулыққа үйрете ме? Енді қазіргі таңда осы жасанды интеллектті қолданатын азаматтардың саны күннен күнге артып барады. Енді оның ішіндегі қазіргі статистикаға сүйенетін болсақ, чат-боттарды өте көп қолданады. Әсіресе ChatGPT, Gemini деп жатамыз, Grok бар, DeepSeek бар, тағы да басқа осы чат-боттарды қолданатындардың саны күрт артып барады. Енді жасанды интеллектті жаппай қолдану ертең жалқаулыққа, басқа нәрсеге әкеледі деп қорқудың еш негізі жоқ. Жаңа сөздің басында айттым, ол жасанды интеллектті игеру керек, өйткені ол технологияның белгілі бір жетістігі. Сондықтан сол жаңағы технологиялық жетістікті дұрыс бағытта қолдану керек. Мысалы, қолданып жатқан жастарымыз ертең оны дұрыс бағытта, дұрыс дүниені қолдана білу керек. Яғни ертең біреудің жаңағы айттым ғой, жеке басына, басқасына қол соғмау керек. Оны өзінің шығармашылығын дамыту мақсатында қолданған жөн. Ал оны жаппай қолдану ертең жұмыссыздыққа, жалқаулыққа әкелмейді. Керісінше сол жұмыс істейтін азаматтарды іріктеп, керісінше сол технологиялық мүмкіндікті тереңінен игеруге мүмкіндік береді. Сондықтан ол жасанды интеллектті игеруде ешқандай қорқынышқа оған бой алдырмау керек. Одан оның жолын шектемеу керек. Оны даму үшін біз мемлекет жағдай жасау керек деп ойлаймын, сол жасанды интеллектті даму үшін. Жақсы, рахмет. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз журналист және Абай медиа групп директорының орынбасары Думан Кенжеғалиұлы мырзамен жасанды интеллекттің журналистикадағы рөлі туралы әңгімелестік. Думан Кенжеғалиұлы, пайдалы ақпаратпен бөліскеніңіз үшін сізге үлкен рахмет, келгеніңізге рахмет. Жалпы осындай сұхбат болғанына өте қатты қуаныштымын. Қазіргі таңда жасанды интеллект өте қатты өмірдің бөлігін алып жатыр.